Tuğan yer tağımdı ıslık, tasımdı ıslık. Tuğan ellerin ıslık, yaşındı ıslık. Ay gelmesin. Tevimde, toğayımda, toğulğumda gömüldüm. Bir etpeysin buluşum oyu. Bu böyle. Tuğan yer taylatamga baskandayısın. Ürlüsüm ürmükşüde yaspandayısın. Arala ben çırkatsam boşam etti. Kaltasın günün bozup boskandayısın. Ay şimdi. Tuğan yer balapam öbölük koğan yerim oyu. Ay nereye? Tuğan yer tuğuskan emağadayısın. Yakın demişim ya baladayısın. Akkan soğuşkan şövüm toprağım. Atam emişim yuparanadayısın. Tuğan yer balapam öbülük tuğan yerim oyu. Hıy! Nereye? Халқымызды күйге бөлеп, жалпақ даланы әсем әнімен тербеткен, телегей теңіз жыр тудырған, сөз маржанынан асыл ойлар тудырған саңлақтар халқымызда өте көп болған. Солардың бірі халық ақыны, ұлы әнші әрі композитор, сал сері дәстүрін ілгері дамытқан айтулы өнерпаз, ғұлама жырау, жырдана Кенен Әзірбаев. Кенен Әзірбаев Қордайдың етегінде, Мәтібұлақтың басында, жыр мен әннің ортасында 1884 жылы дүнияға келеді. Ақын туып өскен Жетісу атырабын әлі де аршылып болмаған ән мен жырдың мөлдір бастауы десе де болады. Әйтпесе, бұл өңірден тек Сүйінбай мен Бақтыбай, Құлманбет пен Жамбыл, Сарбас пен Бармақ, Үмбетәлі мен Кенен, Қалқа мен Қуат сияқты ірі ақындар ғана шықпаған. Қылышбай, Қуандық, Тілеміс, Орақбай, Қарабек, Өтеп сияқты ірі өткір ақындар шыққан. Кебекбай, Сапақ, Ноғайбай, Өлтірік тәрізді, Отауызды Айыргөмей шешендер шыққан. Қанадан Бәйсерке, Бердібек сияқты асқан күйшілер, Дәурен Сал Қырмызы, Жидебай Балқыбек, Сауытбек сияқты сал серілер, Ұлбике, Әлмен Айгүміс Нұрила, Ләтипа Жаңылдық сияқты айтулы ақындар шыққан. Осыншама мол мұраның бәрі жиылып келіп, қазақ халқының сөз, күй өнерінің үлкен бір кенішті саласын құрайды. Академик ұлы жазушымыз Мұхтар Әуезов қазақ халқында ерекше дамыған айтыс өнері 19 ғасырда өзге жерде саябырсып, бірте-бірте Жетісу оңтүстік өлкелеріне шоғырлана бастайды дегенде, әлгі аталған өнер иелерін ескерген болуға тиіс. Қартайғанда арқадан Түбек, Шөже, Қаратаудан Мәйкөт секілді ғұлама жыраулардың Жетісуға келу себебін сол Әуезов айтқан шындықтан іздеуіміз керек. Әйтпесе бұл өлкенің іргелі ақындармен талай айтысқа түсіп, талай тартысқа, сынға түскен жыр аруағындай Мәйкөт, сонау кәрі қазынадан қартайған шағында ас іздеп, ағайыншылап келмеген. Ол бұл жолда Сүйінбайға өлеңнің қонған жұртына жер іздеп келген болатұғын. Сонда Шөже мен Мәйкөттің жанында үнемі Жамбыл жүрген. Сөйтіп өзінің Кенен тәрізді шәкірттерін,
өзі өнеге алған ақындық өнердің озық мектебінде дәстүрінде баулыған. Импровизатор ақынның, халық композиторының, халық әншісінің мұрасын зерттеген кезде оның төңірегін осындай табиғи байланыста жалғастықты алып қараған жөн. Өйткені өнерпаздың мектебін ашу, оның творчестволық лабораториясын, өрісін ашу деген сөз болады. Ал Кенен болса, ол өзінің түлеп келе жатқан ақындығы мен әншілігіне қажетті нәрді біз жоғарыда атап өткен соншама өнерпаз бен өңшең жақсының өнегесінен, халықтың байтақ қазынасынан алған. Бірте-бірте дараланып, берісі қазақ қырғызға, әрісі байтақ отанымыздың дүлдүліне айналған. Міне біздің бүгінгі әңгімеміз атаңызға айналған даңқты ақын, әнші, композитор, айтулы өнерпазымыз Кенен Әзірбаев туралы. Ерекше ел нұрланда жер гүлденді өктәбер. Нұры менен бе өнігілі yarısı bekün tüşavi boyur yayğına yayı esele umut toyğa üllös kostu asırra yosbarlar menen bektağı beytür yayğına yayı toygarmap köktümede tokum sepmiyor yayğıya karkımda kalkısap kolcumus üstü bağamden şaşuğullup toyga töktüyor yayğıya malım baktı yalgısı belin şeşmey tambırıp diyor orundan mal önümen artığı men ağıttağdayğı koygulusun yamırap diyor Біздің бүгінгі хабарымызға ардагер ағамыз, көрнекті ақын қайраткер ағамыз, үлкен ғалымымыз Әбділда Тәжібаев қатысып отыр. Кенекең туралы. Кенекең деген бір қызық адам ғой. Әрбір импровизатор, әрбір ақын бола береді. Олардың ұлғатты сөздері болады. Ал кейбір ақын Кенекең сияқты қандай эпостарды айтып жүрсе де, қандай үлкен жырларды айтып жүрсе де, толғаулар айтып жүрсе де, негізінде өзінің лирикалық пландағы жырларыменен жұртқа бір табан жақын отырады.
өзінің ұсынып отырады. Сондықтан да жаңағы мен ғана емес, мен сияқты бәріңді Кенекеңмен құрығып ұртастай бір өскендей сезінесіңдер. Өйткені ол Кенекеңнің өзінің табиғатындағы ерекше қасиет. Жаямын бірде қозы, бірде қойды, іздеймін шілдехана жиын тойды. Болғанмен киім жаман, әнім тәуір, баламын жасөспірім ұзын бойды. Көк шолағы әкемнің дөнен шықты, ортасынан алып жатырмын. Қойға мініп, қайқайып кенен шықты. Қиқайып кенен шықты. Шілдехана тойларда әнге салып, қиыстырған кеудемнен өлім шықты. Мен өзім Алатаудың ителгісі, қойшының қызға жақын икемдісі, кедейсің деп кемсітпе байдың қызы, құрбының келіп отыр сүйкөнгісі. Осы өлеңдер әзіл түрінде айтылса да, бір түрлі адамның биографиясындағы, Кененнің биографиясындағы өте бір қызықты жер сияқты. Біздің жаңағы өте жылы қабылдап, өте құрбымыздай көретін себебіміз осыдан болу керек. Міне осылай өмір сүрген Кенекең шүкір аз жасаған жоқ. 90 жылында тойладық қой кісінің. Енді ма жасаған. Иә, оның сан түрлі өз өмірін, өлеңдеткен жырларын тыңдай жүріп, Жамбылмен де бірге көрдік. Жамбылдың кішінісі болса да, кейде баласындай сезінсе де, сыңарындай, егіздің сыңарындай еді. Бірі аға, бірі інісі, біреуі төгіп айтқыш импровизатор, эпик, дастан сөйлейтін ақын. Екіншісі Жамбылдың шәкірті, сөйте тұра, оның басқа да ұстаздары бар сияқты. Ол кейде балуаншалақ, кейде шашубай сияқты, әнінде шығарып, сөзінде шығарып, тыңдаушыға да, оқырманға да бір түрлі жан-жақты келіп отырады. Алдыңда ән салып отқандай сезінесің, Кенекеңді нағығанда, ой қалған кезде. Жамбылмен бірге Кенекең Москвада да болды. Сол кезде де Жәкеңмен бірге мен өз үйімді қабылдаған адамын 36 жылы. Артынан Москваға да бірге бардық. Маған Кенекеңнің әдемі ән, тәтті жерімен қатар өзінің сұлу бейнесі, адамгершілігі, ағаға іні, ініге аға, осыншалық бір көңілі қандай, көзі қандай ашық болса, көңілде сондай ашық, сондай мінездері керемет ұнайды. Қатар ұрысымен сыйластығы, ағамен сыйластығы жаңа айттым. Мәселен, сол Москвада жүрген уақытта Кененнің өте бір жақын досы, құрдасы осы Нартай ақын еді. Осы екеуінің жұбын жазбай жүргені, осы екеуінің ыңғай сыпайы әзілдескені жұрттың бәрін қызықтыратын. Өлең айтса да осылай айтатын. Ишаратпен ғана айтатын. Құрдас біз деп қазақтың бірін-бірі жұлып жейтіндей бір қажағыштығы, мінегіштігі болады. Ондай екеуінде болмаушы еді. Өте сыпайы. Сол сыпайгершілігін Жәкең екеуіне айтып отыратын. Құрдастың ішінде, мен көріп жүрген құрдастардың ішінде екеуіңдей әсем құрдасты көрген жоқпын деген сияқты сөз. Осыны Нұрпейіс Байғанинді, өйткені Жамбылды қалай сыйласа, Нәкең кім, сосын Кенекең Нұрпейіс Байғанды солай сыйлады. Шашубайға деген Кенекеңнің көзқарасы, оған деген інілік мейірбандылығы, Нартайға өзім шешем болғандар айтып оққан жоқпын, ода құрдас болатын Айманкүл Айекең. Біздің үйден сан рет ас ішіп, шай ішіп жүргенде сол Айекеңмен де керемет сыйлы құрдастың біреуі. Кенекең Мұхтар Әуезов, Сәбит, Ғабит, тағы басқа жазушылармен керемет дос болды. Осылармен ыңғи қатынасып, үйлеріне барып қонып, өзінің ауылына шақырып, ыңғи ән салып, өлең айтып беріп тұрушы еді. Маған осы орысша жетіп білмесе де, осы қазақша біле бермейтін біздің бір жақсы композиторларымыз бар.
Кенекең өзі композитор еді ғой, ән шығарушы еді ғой. Сондықтан болар дейміз, Ахметтер менен Жұбанов менен жақсы болудың үстіне осы мынау Ерзакович терминде керемет дос болатын. Солар жазып алып, барлық өлеңін соларға тыңдатып сөйтіп жүретін. Сөйтіп жүргенде осы күн өткіш қой, бір күні қарасақ, уақыт көп өтіп жатыр, талай адамдар кетіп қалды дүниеден, біздің Кенекең де 80-ге келіп қапты. Кенен атаң 80-де, желігім бар өпкемде, екігенен тумайды, Алатауға ексеңде деген сияқты өлеңін жазып, енді мінекей 100-ге келейін деп отыр, 90 жылдығын тойлады. Қазір Кенен ағамыздың кітаптары жұрттың қолында, әңгіге жұрттың аузында. Біздің Әуезов атындағы әдебиет жана көркем өнер институтында Жамбыл бөлімі деген бөлім бар, арнаулы. Осы Жамбыл бөлімінде тек Жамбыл ғана емес, мына Кенекеңді ізеттеліп сөйтіп жатыр. Қазір біздің шыққан жұртқа мәлім үлкен бір томдығы бар ғой. Сол томдығының үстіне қазір екінші том жаңа өлеңдері, жаңа ән текстері құрастырылған екінші том. Жұрт бұрын оқымаған, көрмеген әңгімелер шығып жатыр. Оған оны әзірлеп жатқан біздің жақсы жас ғалымдардың бірі Нысанбек Төреқұлов. Ол бір кезде 2 жыл бұрын осыдан Жамбыл жана Кенен деген кітап жазған. Біздің сол институттың қызметкері. Қазір сол екінші томға жаңа айттым, сөздерін кіргізіп, жырларын кіргізіп бұрын басылмаған. Сонымен бірге автобиографиялық әңгімелерін, естеліктерін, соны неше түрлі аузынан шыққан әңгімелерін жазып алған жолдастар. Соның біреуі жаңағы кім? Нысанбек. Сол екінші томға кіретін болады. Ал сонымен қатар біздің сол институтта музыка бөлімі де бар. Музыка бөлімін басқаратын, жаңағы атын ататын Ерзакович Борис Григорьевич. Сол кісі Кенекеңменен қатты дос болғанның үстіне Кенекеңнің творчествосының үлкен бір музыкалық жағынан маманы. Біздің сол сияқты ғалым, музыка ғылымының ғалымы Мариям Ахметова жолдаста сол Кенен еңбектерін зерттеушілердің біреуі болып есептеледі. Мұны сөйтіп екі салада қазір Кенен туралы үлкен жұмыстар істеліп жатқанын байқаймыз. Түйіп айтқанда, Кенекең негізден алғанда ақын, ол кісінің үлгісі біздің жас ақындарға қазіргі, мен халық ақындарын айтам, домбырамен айтатын импровизаторларға үлкен үлгі болу керек. Кенекеңді бір уақытта Мәскеуге барып Қобыландыны жырлаған, үлкен бір ненің тұсында, Манастыда білем дейтін, тіптен Жамбыл жырлаған Көрліғұлланды бір сыпыра жерін Кенекең айтып беретін. Соның үстіне әнші, домбырашы, ойға салсам ойға, қырға салсам қырға шабатын жүйрік. Ал енді Кененнен жас ақындар үйрену керек. Үйрену керек деген уақытта импровизаторлық өнерді айтам мен. Импровизаторлық өнері Кенекеңнің әнде де, жырда да екеуінде тепе-тең болатындығын. Кенекең өмір бойы өсіп отырған адам. Мына импровизатор дегенді жанынан табанда шығарып айтуды жұрт ойлайды. Бұл енді мына жерге құйылып қалған, айтқысы келген кезде құйыла береді. Оны құйыла беретін рас, мен импровизатор емеспін, сен импровизатор болсаң, менен айтшы екендігіне дауласуға болмайды. Бірақ әрбір ғалым, әрбір ақын, төгіп айтатын импровизатор ақында өсіп отыру керек. Өсіп отыру үшін оның қару сайманы көп болу керек, мықты болу керек.
тіптен осы пулемет ататындарда да оғы көп болу керек. Ал енді импровизатор ақынның да жаттағаны көп болу керек. Басқадан қабылдағаны көп болу керек. Оның басында ұялап атқан ұйқас, неше түрлі хикаялы әңгіменің сюжеттері, уақиғалары басында қайнап жату керек. Сонда ол өзінің делебесі қосып, арқасын қосып, домбыраны қолға алған кезде ақындар айтады ғой, мен бастамаймын өлеңді, домбырам бастайды, мен бастамаймын, қобызды бастайды дегенді талай ақын айтқан. Мұны желі деп жаздыңыз өзіңіз. Иә, Кенекең де сондай адам. Сол кезде басындағы жаңағы сан байлық, лезде Құдайдың құдіретіндей біз білмейтін жұмбақ нәрсе бәрі қозғалысқа, қимылға ауысады да, соның бәрі мына кісінің өзінің жанынан құйылатын жырға айналады. Міне Кенекең осы жағына келген уақытта бәрімізге көп білуші еді. Өнебей өсіп отыратын әннің де бүгін отырып ертең айтатын әңгімесін, ертең отырып бір күні айтатын, жұртпен беттескенде айтатын әңгімесін әзірлеп отыратын. Бұл импровизаторлықтың үстіне сөзге, өлеңге жауаптылықты көрсетеді. Сонымен бірге халық алдына шыққанда ақылды болып шығудың, ақын болумен бірге оның да қажеттігін білгендік болады. Бұл жағынан келген уақытта біздің жас ақындарымыз Кененнің үлгісін қатты пайдалану керек. Көп білу керек, көп тіл білу керек, сөз білу керек, өлең білу керек, ұйқас білу керек, жыр білу керек. Не нәрсе қажет импровизацияға? Соның жаратылыштан басындағы барының үстіне халықтан алып қосу керек. Сонда сен халықпен жақсы беттесесің. Кенен сондай. Менің әзірге айтайын дегенім осы. Көп рахмет әбеке. Енді мынау Жамбыл тану бөлімі біздің Әуезов атындағы әдебиет өнер институтындағы үлкен бөлім. Бұл бөлімнен күтіп отырған үмітіміз мол. Қазір бірқатар жұмыстар істеліп жатыр екен әбеке. Қазір қызықты тамаша әңгімелер айттыңыз. Өзіңіз айтқандай, осының бәрі қағазға түсіп, ертең үлкен ғылымға айналады деген үміттеміз. Әңгімеңізге көп рахмет. Рахмет айналайын. Әулетінен жалшылық арылмаған Кененнің ата бабасы жалшылықтың салдарынан әйгілі Бесжылаңаяқ аталады. Бұлардың бәрі де шетінен сауықшыл өнерпаз болған. Қасқарауда 9 құт бар, соның бірі Бесжылаңаяқ деп Сүйінбай тегін айтпаған болу керек. Кәсібім жастайымнан ән мен өлең, әзірбай әкем екен атым Кенен, өнерім бойымдағы жалғыз осы, сұрасаң сырыңды айт деп халқым менен. Кәсібім 10 жасымнан ән мен өлең, ән салсам қалың топқа көрік берем. Әкем де ақын екен, шешем әнші, солардың көрмегенін көріп келем деп ақынның өзі айтқандай, Кененнің әкесі Әзірбай, ақын шешесі ұлдар әнші болған. Кененнің жүрек жарды, тұңғыш әні, Кененнің атын жайған, ең әлі күнге дейін құнын жоймаған тамаша әні Бозторғай. Бозторғай чырылыда есен жерге түспейді. Мен жүрдің кешке дейін тамақ ішпейді. Атқыды вақты еқті қолға ұстып, сандалып қойырдым базар кешке. Çırıdayısın çirkin oy, kutullar gün var miken, koyca yavdan bir gün ay.
Oyşular boy cayganda ya geç batmaydı. Otursam koy gözetip taң atmaydı ya. Karaytın kabağına bir adam yok. El çeşip tösegünle bir yatmadım ya. Oy, voltara oy, çırgıdaysın çırgın oy. Kutular gün var mıyken, osu koyudan bir gün Бұл таяқты қолына алып, мал соңында ұзақ түнді батыра алмаған, қой күзетіп, беймаза таңды атыра алмаған бейшара бейгүнә жалшы баланың зары еді. 11 жасар Кененнің өнерге сауын кескен тырнақ алдысы, жалшы баланың сол өңірге лезде атын жайған бертінде халқымыздың әдәби музыка мұрасының алтын қорына қосылған аяулы Бозторғай әні міне осы болатығым. Жаңа әбекең әдемі келтірді, жаямын бірде қозы бірде қойды, іздеймін шілдехана күнде тойды, болған мен киім жаман әнім тәуір, баламын жасөспірім ұзын бойлы деп ақынның өзі айтпақшы, ендігі жерде балагенен бірте-бірте ақындықтың, әншіліктің жолына түсе бастайды. Той думанды іздеп жүріп, құрбы құрдас теңдестікпенен айтысқа түсіп, бірде жеңіп, бірде жеңіліп жүреді. Әзірбай баласы екеуінің 4 жылғы табысын жиып, Кененге бір шолақ, көк шолақ ат сатып әпереді. Кедейдің жалғыз аты көк шолақ, ақын творчествосында өте жеткілікті жырланған. Ақын былай дейді: сатып алды базардан көк шолақты, құйрығы жоқ, жалы жоқ шоп шолақты, өзі сәурік көктемде байтал қуып, бір жағынан азынап құдай атты. Көк шолағы әкемнің дөнен шықты, қойға мініп қиқайып Кенен шықты, шілдехана тойларда әнге салып, қиыстырған кеудемнен өлең шықты дейді. Бұл ән өзінің қасиеті жағынан, өзінің иірімдері жағынан, өзінің ерекшелігі жағынан, бұл Кенен творчествосында тұрған, оқшау тұрған мұра. Бұл әнді қазір біз Қазақ СССР-ның халық әртісі Сәбит Оразбаевтың орындауында тыңдап көреміз. Жалы жоқ, құйрығы жоқ, шоп шолақтай. Ей қыздар, кедейсің бей, өлеңіңдай, түсіңе біздей құрбың кетіп қаптай. Шапшаң жүрсің көк шолақ, жылдам жүрсің көк шолақ, одай жүрсің көк шолақ, бодай жүрсің көк шолақ, жамандаттыр көк шолақ, таранғаттыр көк шолақ, мені құртқан көк шолақ. Қыз едің, сен бір байдың, өтпей жүрген, келгенше 25-ке кетпей жүрген. Ей қыздар, қойшын сандай, өлеңіңдай, қолдарың мендейлерге жетпей жүрген. Шапшаң
жүрші көкшолақ, жылдам жүрші көкшолақ, бодай жүрші көкшолақ, бодай жүрші көкшолақ, араң қаттыр көкшолақ, жамандаттыр көкшолақ, мені құртқан көкшолақ. Мінгенім астындағы қызыл шолақ, қыз байқұс әкесінің азғын қонақ. Ей қыздар, кедейсіңдей өлеңіңдей, түсіңа құрбың келді-ау құда шалап. Шапшаң жүрші көкшолақ, жылдам жүрші көкшолақ, таранғаттыр көкшолақ, жамандаттыр көкшолақ, олай жүрші көкшолақ, болай жүрші көкшолақ, мені құртқан көкшолақ. Мен өзім Алатаудың ителгісім, қойшының қызға жақын икемдісі. Ей құрбым, қойшы санындай, өлеңіңдай, құрбыңның келіп отыр сүйкімдісі. Шапшаң жүрші көкшолақ, жылдам жүрші көкшолақ, қолай жүрші көкшолақ, болай жүрші көкшолақ, тарам қаттыр көкшолақ, мені құртқан көкшолақ, жамандаттыр көкшолақ. Бозторғай мен Көкшолақ бүкіл Жетісу өңіріне, бұл өңірдің қырғыз қазағына кененің атын тегіші. 1914 жылдан бастап ақын творчествосында жаңа бағыт, жаңа тақырып, жаңа леп айқындалады. Кенен ендігі жерде кедей өмірінің ауыр халін ғана жырлаушы емес, ол сонымен бірге езгіге қарсы үндеушінің бірі болады. Кененің бұл тұстағы шығармаларынан ұстазы Жамбылдың алмастай жарқында уытты өткір жырларының әсері айқын байқалады. Сол кезде Кенен үстемдап өкілдерінен қудалау көріп, біраз жылдар көршілес бауырлас қырғыздың ішінде тұрады. Қырғыз халқының ірі ақындары менен, айтқыш шешендері менен, төкпе күйшілері менен, манашшылары менен дос болып табысып кетеді. Міне осыдан бастап ақын творчествосында халықтар достығы атты жаңа тақырып қанаттанады. Қатарлас қырғыз қазақ бір туысқан, кіндік кесіп кірлерін бір жуысқан дейтіні немесе жасымыздан қосылған жүрегіміз, ән мен жырға біріккен тірегіміз, құрдас, сыйлас ойнаған тайғұлындай, қайда жүрсек бір тілегіміз, бір ұядан талпынып түлеп ұшқан Алатаудың ақиық түлегіміз деген жолдар міне осының айқын айғағы болады. Кененнің бұл тұстағы өлеңдерінің, әндерінің ішіндегі ең елеулісі Бұлбұл. Бұлбұл Кенекеңнің тарығып жүргендегі. Елінен туған жерінен аса ұзамаса да, бірақ еліне жете алмай, үстем таптан көп езгі көріп, қуғын көріп жүргенде елін сағынған, бейшара Бұлбұлға өзінің зарын қосқан бір ғажап әндерінің бірі. Біз бұл әнді Кенекеңнің қызы, ән мұрагері, мына біздің аяулы Төрткен отыр. Мен осы әнді Төрткеннің айтып беруін сұрайын деп отырмын. Төрткен, сен Бұлбұлды айтып бер. Sende bulbul, mende bulbul, kangartkan ikimizde şireker patşa kırgın.
Көкте таң сәріден бұлбұл ау Ақынның өзі айтқандай, Кенекең қырғыз ағайындардың арасынан еліне 1916 жылдың дүрбелеңі тұсында ер азамат атқа қонған шақта оралады. Сөйтіп Бекбала, Әли Қырғызбай сияқты халықтың көтерілісін басқарған жауынгерлердің жасағына қосылып, жауынгер жаршысына айналады. Кенен Әзірбаевтың ақындық, әншілік, композиторлық, өнерпаздық жолы туған халқымыздың өмірі менен жолы менен бірге біте қайнасады, бірге өсіп толысады. Кенен октябрь таңын құшақ жайып қарсы алды. Октябрьден қуат алған, шартына қанат байлаған Кенен ендігі жерде ұлы октябрьдің нұрын дана Ленинді жырға қосып әнге бөлейді. Еркіндік, теңдік алған ақын бірте-бірте советтік құрылыстың белсенді қайраткеріне айналады. Әуелі ауылдық советтің председательдігіне сайланады да 1921 жылы Қордай революциялық комитетінің председательдігіне тағайындалады. Құтылып, нашарлықтан жетілгенім, ойдан кетті бұрынғы өкінгенім, большевик партиясы көтермелеп Қордайға ревком боп бекінгенім. Кедейлер құттықтаймын тойларыңды, жазатын күнің туды бойларыңды, большевик партиясы көзіңді ашып, көксөген тауып отыр ойларыңды дегенді ақын дәл осы кезді айтқан. Ревком болып жүрген кездерінде Кенекең коммунистік партияның совет мемлекетінің көрнекті қайраткерлері Киров, Фурмановтар мен Қазақстан Компартиясының белгілі қайраткерлері Жұбаныш Бәрібаев, Ораз Жандосовтармен кездесіп, қатар жүріп, ол кісілерден көп өнеге жолын үйренеді. Міне осыдан бастап Кенекеңнің
Кенекең жаңа өмірдің жаршысына, ұлы өмірдің жарқын ақынына айналады. Ұстазы Жамбылша жырлайды: мұндай қызық көрмегем, жер гүлденді ел менен, мал көбейді төл менен, қызыл тілім қырқылар бұл қызыққа желмеген. Мұндай заман тарихта еш уақытта келмеген. Етікшіге біз дәулет, ақындарға сөз дәулет, шешендерге тіл дәулет, күйшілерге күй дәулет, әншілерге үн дәулет, мәңгі бақыт орнатқан халыққа келді шын сәулет деп міне Кенен осылай шаттана, қуаттана жырлайды. Бір ғана Кенен емес, Жамбыл дәстүрінде жырлаған халық ақындары жаңа заманды, жаңа бақытты күнді дәл осылай жарқын, өресі алынған жорғадай, бұрауы түскен, бабына келген домбырадай, сондай әсем жосылып жырлаған еді. 1924 жылы дүние жүзі пролетариатының дем берушісі, данышпан көсеміміз Владимир Ильич Лениннің алып жүрегі тоқтаған кезде Ленин бабам деген аса бір қасиетті қымбат жоқтау әнін шығарған. Онда Кенен Ленин жер жүзінің шырағы еді, басқарып еңбекшілді құрап еді, қалдырған өсиетін орындайды, артында компартия мұрагері деп Ленин ісінің мәңгі өшпейтұғын қасиетін, компартияның кемеңгерлік басшылығын жүреді. Мына ақынның ендігі жырлайтыны социалистік өмір шындығы, коммунистік партия, халықтың шарт тұрмысы, халық пен партияның мызғымас тұтас бірлігі. Теңеу жоқ, партияға баға жетпес, еңбегі елге істеген естен кетпес, тілегі партияның ел тілегі, партия қамқоршымыз халық тектес. Партия кәрі жастың жүрегінде, халықтың күндіз түні тілегінде, Ленин құрған орталық комитеті халықты бастап отыр Кремльде деп, партияның басшылық рөлін мінекей дәл осылай партия мен халықтың мызғымас бірлігін айқындап жырлайды. 1928 жылы ақын ауыр қайғыға душар болады. Базар Назар атты үйелмелі, сүйелмелі екі сүйікті перзенті шешектен қайтыс болып, осы қосылдың екі баланың қайғысын көтере алмай, ұзақ мезгіл Кенекең төсек тартып жатып қалады. Мен Кенекеңмен өмірінің соңғы 10 жылдары араластым, баласындай, інісіндей қызмет етіп, құрметіне бөлендім. Мен оны өзіме бақыт санаймын. Кенекеңнің ұзақ әңгімелерін естіген мүмкіндігім болды. Соның бірінде Кенекең былай деп еді: мал төлдеген жайма шуақ көктем кешінің бірінде көп күндер төсек тартып жатқан мен ауылдың маңайына шығып, төскейге көтеріліп, төңірекке көз тастадым. Кең атырап, ұйқыдан ғана, жаңа ғана оянған әсем арудай, лақ көгендеген, мал жамыраған, қораның төрі ауылдың маңы удашу, ауыл өмірдің бір тамаша шағы. Төлін табыстырып, мауқын басқан малдың алды бетке қарай өрістеп барады екен. Жалғыз ғана бейшара ағешке безек қағып шар құрды. Егізінен айырылып зарлаған ағешкінің ащы зары жүрегімді қайта тырнап, әлі дайықпаған, арылмаған көңіл шерімді қайта шайқады. Қан көңілімнен шер, көзімнен жас, көмейімнен жыра қылды. Сен де мен сияқты екі бірдей шырағынан айырылған бейбақ екенсің ау, деп кеудем күмбірлеп, не жылағанымды білмеймін, не әндеткенімді білмеймін. Әйтеуір кеудемнен үн шықты. Сонда ұзақ жырлаппын. Елім жиналып, халқым жиналып, базар назарым жаңа ғана өлгенде қайта көңіл айтып маған, көңілімді жұбатты деген еді. Осы сапар ақын жүрегін жарып шыққан, мәдениетіміздің, әдебиетіміздің тарихында ерекше орын алатын Базар Назар атты перзентке арналған ғажап жырын, әнін шығарған еді. Бұл әнді біз қазір әнші Әскербек Еңкебаевтың орындауында тыңдаймыз.
күйгі омырауымнан үзіліп түсті екеу тимай ой дүние-ай. Назарым-ай, назарым-ай, сен өлген соң бәсең болды ау ажарым-ай ой дүние-ай. Көштің көркі кірмейді, өтіне зайғы ой дүние-ай. Таппай айтқан сөз жаман, жері сай жоқ ой дүние-ай. Базар назар екеуі өлгеннен соң ой дүние-ай. Домбырам қаларман, биесіз боп айқай дүние-ай. Салдым күйгі омырауымнан үзіліп түсті екеу тимай ой дүние-ай. Назарым-ай, назарым-ай, сен өлген соң бәсең болды ау ажарым-ай ой дүние-ай. Балағандай әлемді алаққандай ой дүние-ай. Құлақ ойлап жартастым құлатқандай ой дүние-ай. Көптің көңілі көп ашқан ақының ой дүние-ай. Мен тағдырға не жаздым, зар тартқандай айқай дүние-ай. Салдым күйгі омырауымнан үзіліп түсті екеу тимай ой дүние-ай. Назарым-ай, назарым-ай, сен өлген соң бәсең болды ау ажарым-ай ой дүние-ай. Отбасында қарайып апаң қалды ой дүние-ай. Төр басында жұғайып атаң қалды ой дүние-ай. Қолын тайдай ойнаған тарақтарым ой дүние-ай. Төр алдында шашылып сақан қалды айқай дүние-ай. Салдым күйгі омырауымнан үзіліп түсті екеу тимай ой дүние-ай. Назарым-ай, назарым-ай, сен өлген соң бәсең болды ау ажарым-ай ой дүние-ай. Назарым-ай, назарым-ай, қу шешектен болды ау сенің ажарың-ай ой дүние-ай. Кенекең сол жылы жұбайына Сиханы екі қызын алып қырғыз ағайындардың Ыстық-Ата курортында барып ақ үй тіктіріп демалады. Бір күні ішінде белгілі Оспанқұл, Төкпе, бірқатар ақындар бар. Қырғыз ағайындар келіп, есігімнің алдына қаз-қатар тұра қалып, соның ішінде Оспанқұл маған осы қайғыма көңіл жұбату өлең айтып еді дейді Кенекең бір сөзінде. Сол Оспанқұлдың Кенекеңнің балаларының қазасына байланысты айтқан көңілін қазір мына Төрткеннің орындауында тыңдап көрейік. Қайтыс боп тұрған тесің басырына
жүрсаяғау деп едім нәсіқай шу жеңемнің әй шыңғай тауыл төліп мамасын тағаяу емедің өзі беріп өз алған ағадайды кем-ау шөгедің емі қоқи балдар-ай әлде қоқи балдар-ай емі қайдан ол көремін жалғыраған-ау жетілсін өткенге кімдер өкінсін ата-анадан жалғызтақ өзіңде кенен ол жетімсің әй шыңғай тауыл төліп ал мойныңа тағаяу секірсін емі қоқи балдар-ай әлде қоқи балдар-ай емі қайдан ол көремін алатаудың-ау башындай башыңа бұлыт тұрдың орта жасқа келгенде мұңтып қайғайы орнадың көкала сақал шашың бар қырықтан асқан жасың бар шыққан күндей жарқ етіп түскен тұман-ау ашылар әй шыңғай тауыл төліп ау асығы тағаяу шашылар емі қоқи балдар-ай әлде қоқи балдар-ай емі қайдан ол көремін бұрын жібішпек-ау бұрым керегем боп тұр-ау шоңдырың сабыр еттің денекем ұраның сенің кебекең ноғайбайды қалмап бер жалмайтын бәрін-ау жер екен қырғыз келіп алдың да күйігіңе қиналып қапа болған көңіліңді достық жолмен-ау ашуға-ау қатарласым-ау кененім қапа болғанша-ау жасыма құлдай құлып садайбек құрманбек пен обадайбек қатарларың қасымда дүние бізден өтеді деп қаратайды жетеді деп қазақ қырғыз сойысын беріп келсек-ау нетеді деп қара кепе өңгеріп қырқынысымыз теңденіп алдыңа келіп біз тұрмыз балаңды жоқтап-ау еңіреніп емі қоқи балдар-ай әлде қоқи балдар-ай емі қайдан ол көремін дүние дәргем-ау келіпті алланың өзі ерікті дәуіт деген пайғамбар аллаға қолын жайғандар бір намаздың үстінде 30 жыл ояу өліпті алған құдай өзің деп бергенде құдай өзің деп олар да сабыр қылыпты сынамаққа құдайым жебірейілді жіберіп бір жыл байқап көріпті жас шықпапты қос көзден танбаған соң бір сөзден 30 жылға татитын жалғыз ұлдай-ау беріпті судың да тілін біліпті құстың да тілін біліпті дию менен перге тамаш етіп-ау мініпті сабыр еттің келенім-ау шындай іштер-ау болыпты емі қоқи балдар-ай әлде қоқи балдар-ай емі қайдан ол табамын осыншама өңшең жақсы келіп қайғымды менің азайтып көп кешікпей айналайын жамбыл бабам келіп мен біржолата қайғыдан арылдым деген екен 1941 жылы неміс фашистері біздің отанымызға тұтқиылдан шабуыл жасаған кезде жауынгер қаруын алып майданға шықса ақын өзінің жырымен совет жауынгерлерін халқымызды жігерлендірді. Дәл ұлы жамбылдың отты жырларымен бірге
Kenan Әзірбаевтың да Отан соғысы тақырыбына арнаған көптеген өлеңдер мен әндері шықты. Солардың бірі біздің отан жеңеді деп аталатын ән. Бұл әнді де Төрткеннің орындауында сұрап көрелік. Кенекең соңғы өмірінің 50 жылдан астам уақыт бойы социалистік өмір шындығын, партия мен халықтың ызғымас бірлігін жырлайды. 1959 жылы республикамыз ақынның 75 жылдық тойын мерекесін өткізді. Партия ақынның еңбегін жоғары бағалап, еңбек қызыл ту орденімен наградтады. Мұны осы қуанышына, осы оқиғаға байланысты Kenan Әзірбаев 75 деп аталатын белгілі әнін шығарады. Бұл әнді қазір әнші Нұрипа Еңкебаеваның орындауында тыңдайық.
Назарбаев жасыл қойған шағында да қартайдым деп отырмаған, егіс даласын, малды ауылды тынымсыз аралап, еңбеккерлерді өзінің жырына қосқан. 1964 жылы ақының 80 жылдығы тойланды, сонда Кенекең дәл сол кезде де суытылған бәйгетіндай өзінің бағын деді. Жасымнан өнер көрдім, өлең жаздым, 80-де өрге жүзген өнерпазбын, байтақ ел бақытты өмір құшағында қуанған жас баладай мен де мәзбін. Өлеңмен өрнек салып еңбек еттім, әндетіп, Алатауды дүрілдеттім, әнімді, дастанымды таңдап алып, ортаңа омыраулатып келіп жеттім деп жариялағаны. Бәсіре күрең қасқаның құлағында ойнап, бәрімізді мәз қылған әлі күнге дейін жадымызда. 80-де өрге жүзген өнерпаздың жорғасынан айнымағаны, жігіт ағасындай ширақ қимылы бәрімізді түгел қуантып қайран қалдырған еді. Міне осы оқиғаға байланысты Кенекең 80 деп аталатұғын әнін шығарды. Атақты 80 елдің бұл алайын деп сырымды, сезікті 80 елдің бар табайын деп менемеді. Тінтуші 80 елдің бұл қатырғалы өнімді, айналдырмай аулақ жүр, көрмесмейсің женемді. Көгерек демей түңілген, келтірмегін жынымды. Тұсауым жоқ аяққа, сүйенбеймін таяққа. Қорықпаймын 80-нен, 90 жасың қай жақта. 94 дүгіде талабым бар іздеуге. Тайыр өтем тепсемге, шықтым дейіл 80-ге. Екігенен тұрмайды Алатауға ексеңде. Қайтсам алдан қашқан ақын, астымдағы байғасқа тен. Ұстап алып үй астыда қордайтағын асқан ақын. 1972 жылы заманымыздың алып жыршысы ғажап ақынымыз ұлы жырау Жамбылдың туғанына 125 жылдық той өтті. Сол тойға Қордайдан 88 жасында үлкен мәжіліске Кенен Әзірбаев қатысты. Құр келген жоқ ақын онда. Дүниеде Жамбыл сыры жан сырымдай, енді мен соны айтамын жасырынбай. Біреуге бұл өлеңім көне сарын, біреуге бұл өлеңім бал шырындай деп басталатын ғажап Жамбыл жылды жыр деп аталатын ғажап дастанын алып келді. Дастанда өнер жарастығы, дәстүр жалғастығы, Жамбылдың өнегесі ақындық сыпаты, ұстаздық қасиеті жеткілікті жырланған. Қарт өнерпаз сезімнің нәзік пернелерін басып отырып, ұстаз тойына жыр маржаннан осылай шашу шашқан еді. Бұл дастан бүгінде қазақ поэзиясының әдемі ескерткіштерінің біріне айналды. 1974 жылы Жамбыл облысы Красногор ауданы Киров атындағы колхозда өнер мен жырдың тағы да бір жарқын мерекесі өтті. Кенен Әзірбаевтың жасының 90-ға, творчестволық өмір жолының 75 жылдығына арналған салтанатты той болды. Ақынның туған ауылында өзі талай жыр төккен, өнер қосқан Қордайдың етегінде 200-ден астам ақ үй төгіліп, 303 күнге созылған той болды. Жыршылар жырын ақтарып, күйшілер күй төгіп,
әншілер тамылжытып ән салды. Ұлт ойындарының неше түрі болды. 100-ден аса ат бәйгеге қосылып, Кенекең со жолы отанымыздың ең жоғары наградасы Ленин орденімен наградталды. Бұл Совет дәуірінің тамаша сыпатының, партияның халық талантына деген, өнерге деген айқын қамқорлығының бір тамаша белгісі. Ақынның құлағы өзінің 40 жыл бұрын туады деп, Кенекеңнің ұстаздарының бірі Ноғайбай айтқандай, Кенен Әзірбаев жыр жарысына, өнердің сайысына өте ерте араласып, бір ғасырға жуық мазмұнды, байтақ, өте тамаша ғажап ғұмыр кешті. Байтақ әні мен жыры туған халқы, аты аңызға айналған ұлы перзенттің 1976 жылы қимастықпен соңғы сапарына аттандырды. Өлмес байтақ мұрасының куәсінде етіп, басына мавзолей орнатты.